Сәлеметсіздер ме? MS Word редакторының графикалық мүмкіндіктері, соның ішінде автофигуралармен жұмыс. Бірінші тапсырма әртүрлі қалыңдықта сызықтар мен стрелкалар сызу. Жалпы мынандай сызықтар мен стрелкалар сызу үшін вставка менюмен жұмыс жасаймыз. Вставка, фигуры, сосын қарапайым сызықты таңдап аламыз. Не қарапайым сызықты сызамыз. Түзу сызу үшін shift пернесін басқан дұрыс. Енді оның қалыңдығын өзгерту үшін формат менюінен контрфигура командасын орындаймыз. Толщинасын өзгертеміз. Әртүрлі қалыңдықта істеуге болады. Контрфигура, толщина 3 деп мысалы. Көшірмесін алу үшін Ctrl пернесін басып тұрып жылжытуға болады. Немесе копировать, вставить командасын орындауға болады. Ctrl-C, Ctrl-V. Немесе правка копировать, правка вставить. Енді мынандай стрелкалар сызу үшін тағы формат менюінен контрфигура түсін таңдауға болады. Міне жасыл түс. Сосын контрфигуры, стрелки, не стрелканы таңдауға болады. Мынау қарапайым стрелка. Дөңгелегі бар стрелка. Сосын қалыңдықтарын өзгертесіздер. Толщинасын өзгерттік. Мынандай екінші тапсырма дөңгелектер салу үшін онда заливканы қолданасыздар. Вставка фигуры, оның ішінен дөңгелекті таңдаймыз. Овал болып шығу үшін shift пернесін басамыз, шеңбер болып шығу үшін. Міне таңдадық. Дөңгелектің ішіне текст жазу үшін оң жақ кнопканы басамыз, добавить текст. Міне 1 деген текст жаздық. Оның көлемін үлкейту үшін главный меню, сосын көлемін үлкейтеміз. Енді осының көшірмелерін алайық, Ctrl пернесін басып тұрып тастасақ, қозғалтсақ. Онда көшірмесі шығады. Мынаны 2 деп қоямыз, мынаны 3 деп қоямыз. Енді әртүрлі бояуларды қолдану үшін оны алдымен ерекшелейміз. Формат, заливка фигуры. Заливканың ішінен таңдаймыз керекті заливканы. Мысалы, мынау біріншіде градиентная заливканы таңдадық. Екіншіні ерекшелейміз. Формат, заливка. Оның текстурасын өзгерттік. Міне мынандай текстураны таңдадық. Үшіншісінде де текстураны таңдадық. Формат, заливка фигуры. Соның ішінен мынандай текстураны таңдадық. Енді үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырмада мынандай графика құрастыру керек. Ол үшін бірінші 4 бұрышты сызамыз. Ол үшін тағы вставка, фигуры. Фигурының ішінен скругленный прямоугольник дейді. Соны таңдаймыз. Оның ішінен енді мына жерде градиентін өзгертуіміз, контур фигурасын өзгертуіміз керек. Контур фигурасын біз басқа түсті қойдық. Және оның қалыңдығын өзгертуіміз. Контур фигуры, толщина 3 десек болатын шығар. Міне. Жалпы бір 4 бұрышты, негізгі 4 бұрышты қойдық. Енді осының ішіне мынандай фигураларды орналастырамыз. Фигураларды орналастыру үшін тағы вставка, фигуры. Міне прямоугольникті таңдауға болады. Но тоже скругленный прямоугольник. Вставка, фигуры, скругленный прямоугольник. Соны таңдаймыз. Енді бұның фон таңдауымыз керек. Заливка фигуры. Ақ қыламыз. Контрфигура. Көк қыламыз. Оның қалыңдығын өзгертеміз. Қалыңдығын 3 пункт қылайық. Енді осының ішіне жазу жазамыз. Жазу үшін оң жақ пернен басамыз. Добавить текст. Микропроцессор. Жазуды ерекшелейміз. Формат. Мына жерде контртекста дейді. Мынау заливка текста. Заливка текстаны қара қылайық. Сосын размерін
көлемін 12 қылайық. Микропроцессор деп жаздық. Енді осыны дәл осылай қайта осыны істей бермес үшін Ctrl пернесін басып тұрып көшірмесін алуға болады. Сосын бұлардың көлемін кішірейтеміз. Бұны төртбұрышта дұрыс орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін енді мына ішіндегі тексттерін өзгертіп жазасыздар. Ішкі жады деп жазасыздар. Мына жерде микроконтроллер деп жазасыздар. Сосын бұлардың көшірмесін аламыз. Оны мына жерге қоямыз. Сосын мына жерге тағы оның көшірмесін аламыз. Сосын жазуларын өзгертіп жазасыздар. Мына жерге де төртбұрышты жаңағы әдіспен жазатын боламыз. Сызықтарды сызуын білесіздер.